ең алдымен асық қоюдан бастаймыз. Асықты қойғанда ара қашықтығы бір асықтан болуы тиіс. Бұл жерге 12 асық тігілді. Ал енді осы асықтың айналасында шеңбер бар. Осы шеңбердің диаметрі 2 метр, ал ұзындығы 5 метр. Асықтың жан-жағында 2 сызық тұрады. Бұл сызықтың ара қашықтығы 20 см. Егер де асық аттанда асық ішінен барып тиген болса, асықтардың екі жағына сызық қойылады. Бұл сызықтың ара қашықтығы 20 см. Егер адам асық атқанда асық ішінен барып тиген болса, ол саналады. Және де тікелей тиетін болса, ол да саналады. Және де асық сыртынан барып сырғанап тиетін болса, ол саналмайды. Асық ату сызығына дейін 6 метр. 1, 2, 3, 4, 5. Асық ату сызығына асыққа тигізіп және шеңберден шығаратын болсақ, онда екінші мүмкіндік беріледі. Екінші мүмкіндік жағынан екінші мүмкіндіктен тигізсек, онда екінші жағынан қарама-қарсы жағынан атамыз. Асық атқанда асық сызықтың ішіне кіріп қалатын болса, онда ол өлі деп саналады. Оны қайтып орнына қоямыз. Ал егер де асық шеңбердің ішінде қалып қоятын болса, оны қарама-қарсы жерден тұрып атамыз. Егер тимесе, оны орнына қайтып қоямыз. Ал енді